1949 жылы Ақтөбеде орта мектепті бітірдім. Сол жылы жақсы оқыған балдарды сол кезде наркомпорс дейтін министерство образования, ол кезде народный комиссариат дейді, наркомпорстың адамдары келіп, жақсы оқыған балдардың тізімін алып, кім қайда барады. Соғыстан кейін бірінші рет орталық вуздарға Қазақстан оқушыларды жіберіп бұл соғысқа дейін алғаны жіберіп оқытып тұратын көреді. Соғыстың алдында. Соғыс басталғаннан кейін ол тоқтап қалған. Соң 49 жыл қайтадан бастап наркомпорстың адамдары біздің Ақтөбеге жақсы оқыған балдардың тізімін алып, кім қайда барғысы келеді. Мен Ленинградқа жаздым. Ленинградқа Тау-Кен институты Плеханов атындағы ескі институт, баяғыда горный школа, одан кейін горный академия, Петр Первийдің кезінде бастаған горный школа. Өзім университеттердің ғой, металлургия заводтардың. Бастапқы кездерде плавильщик болдым, мастер болдым, сосын бастық болып кеттім. Бастық емес, кішкене істегілері бермейді. Кейіннен цехтарда. А мен главный металл начальник отдела зам директора. Жезқазғанда үлкен мұз зауыты салыну керек. Мына қазіргі мұз зауыты. Ойымда сол бар, Қарсақбайда істеп, респираторға алып, мына завод, жаңа завод салынғанда соған маусым қойды. Соң Қарсақбайда плавильщик болып, инженер металлург, плавильщик, атажақтың пештеген болады, екі пеш болатын, біреу істейді, біреу ремонтта тұрады. Сонда жаңағы плавильщик болып орналасып, кейін естеліске отделдің бастығы болдым, одан кейін технический отделдің бастығы. Қарсақбайда 7 жылдан істедім. Сосын мен комбинатқа бас металлург, главный металлург ауыстырып, комбинат 58 жылы, осы біздің Жезқазғанның комбинаты 58 жылы құрылды. Министерствоның несімен, бұйрығымен. 58 жылы. 61 жылы мен жаңа комбинатқа бас металлург ауыстырып. Мына завод әлі салынған жоқ. Бірақ әлі салынады. 59 жылы бұл заводтың бірінші проектный задание. Москваның Гипросвет деген институт бар. Генеральный проектке жұмысшы біздің Жезқазған комбинатының. Сол 59 жылы проектный задание бастапқы черновой проект жасап шығарып, соны нағылдап қойсық. Еңбек ардагері. Осындай әртүрлі медальдар, грамоталар жейді. Көбісі музей, біздің корпорацияның музейі бар, Балкен Кенжал деген
muzeyдің директоры. Солар да көп мәселелер мен жазған ақылдарым білемін. Мен туралы жазған нелер мынаның ішінде